Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда ең танымал десерттердің бірі слойки заварным кремін дайындаймыз. Рецепт қызық болса, оны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен заварной крем дайындаймыз. Ол үшін асты қалың темір ыдысқа 300 грамм сүт құйып, баяу отқа қыздыруға қоямыз. Ал ол уақытта өзіміз бөлек ыдысқа бөлме температурасындағы 2 орташа жұмыртқаны жарамыз. Одан кейін оған 90 грамм қантпен 25 грамм кукуруз крахмалын қосамыз. Және де осының барлығын бір келкі болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Мінеки достар, қараңыздар, сүт жақсы қызды, бірақ әлі қайнаған жоқ. Дәл осы сәтте жаңағы массаны сүтке құйып, бірден араластырып бастаймыз. Араластыруды тоқтатпаймыз достар. Бұл сұйық масса ақырын қоюлана кремге айналады. От баяу болуы тиіс. Мен шамамен 7-8 минуттай араластырып тұрдым. Мінеки достар, масса ақырын қоюлануда, бірақ әлі де 2-3 минуттай араластыруды жалғастыра береміз. Толық қоюлануы керек. Мінеки енді кремді оттан аламын. Крем тез суу үшін мен оны басқа бөлек ыдысқа ауыстырып алдым. Енді крем әлі ыстық кезінде оған бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май қосып, сары май толық еріп, крем бір келкі болғанша араластыруды жалғастырамын. Қараңыздаршы достар, қандай әдемі бір келкі крем. Енді кремнің бетіне пищевая пленканы тигізіп жауып, оны алдымен бөлме температурасында толық суытып, одан кейін тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал қазір достар, слойки жасауға кірісеміз. Ол үшін дайын, ашытқысыз қатпарлы қамыр керек. Осы қамырды кішкене жайып аламыз. Енді қамырды дәл видеода көрсетілгендей 3-ке бөлеміз және әрбір бөлікті тең 4 дана 4 бұрыш етіп кесеміз. Сонда жалпы 12-4 бұрыш шығады. Мен барлығы тең болуы үшін осылай бүгіп кестім. Ал қазір әр қайсысының шеттерін мінеки осылайша кесу керек. Одан кейін қамырды ашып, мінеки осылайша шеттерін бүктейміз. Соңында бір жұмыртқа сарысымен кішкене сүт араластырып, слойкидің шеттеріне жағып шығамыз. Слойкиді алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минуттай пісіреміз, яғни қызарған бойы бірден пештен шығару керек. Мінеки достар, слойки дайын, өте әдемі және жұмсақ болып піскен. Кремде толық суып, мінеки осылайша қоюланды. Енді осы кремді слойкидің ортасына саламыз. Және қалауларыңызша кез келген жеміс-жидекпен безендірсеңіздер болады. Мен құлпынаймен сәндегім келді, меніңше өте әдемі болып шықты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Осымен қамыры жұмсақ, кремі нәзік слойки дайын достар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін достар. Менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.